Ақтаудағы 19 жасар әскеридің өлімі кездейсоқтық па, қасақана жасалды ма? Застрелили моего сына. Я хочу, чтобы прям досконально все изучили. Бұл жерде жасыру бар екені анық. Дәл осындай жағдайға түсуі салаға үлкен реформа қажеттігінің белгісі. Қазақ әскерінде бір аптада екі қайғылы жағдай орын алды. Ұнамаса көшіп кет деумен шектелген қорғаныс министрі отставкаға кету керек пе? Қазақ айтады ғой, бір құмалақ бір қара майшық деп дейді. Министр өз еркімен отставкаға беру керек еді. 19 жастағы жалғыз ұлынан айырылған шығыс қазақстандық әке қандай әділетсіздіктерге тап болды? Ойнап тұрып, боевой қарудан атып жіберу мүмкін емес. Әркім өз баласының аман есен көз алдында болғанын қалайды. Соңғы 4 жылда әскерге аттанған қанша сарбаз әлімжеттіктің құрбаны болды? Мен ұлдарымды әскерге жібермеймін. Ақтауда борышын өтеп жүрген сарбазды командирі атып өлтірді деген күдік келінді. Әскердегі өлім 7 қыркүйекте кешқұрым уақытта болған. Ақтаудағы Оймаша полигонының аумағындағы қорғаныс министрлігінің әскери бөлімінде взвод командирінің тапаншасы атылып, оқ сарбаздың бетіне тиген. Салдарынан 19 жастағы жігіт қайтыс болды. Әскерде бұған дейін жасырын әлімжеттік болып келсе, сарбазды көпе көрінеу атып тастау шектен шыққандықтың белгісі ме? Марқұмның әкесі 19 жыл бағып сап-сау әскерге жіберген ұлының қазасына қатысты әділ тергеуді талап етіп, оқиғаның оқыс жайт екеніне сенбейтінін мәлімдеді. Ботасын жоқтап жаны қиналған Қайран әке әлден әділетсіздіктерге тап болғанын айтып отыр. Застрелили моего сына с пистолета в лицо. Теперь, как говорят, это был несчастный случай. Офицер игрался с пистолетом, и тот сам по себе якобы выстрелил. Я прошу министра обороны Республики Казахстан, министра Республики Казахстан, чтобы это дело так просто не сошло, что якобы это несчастный случай. Здесь нету несчастного случая. Просто по-своему я понимаю, чтобы пистолет стрельнул, во-первых, надо патрон дослать в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это было точно не игрушка и точно не играл этот офицер. На данный момент, говорят, его закрыли. Возможно, захотят замять дело. Я хочу, чтобы прям досконально все изучили. Батыс өңірлік әскери тергеу басқармасы қасақана кісі өлтіру дерегімен қылмыстық іс қозғап командирді қамауға алды. Тергеу барысы бас әскери прокуратураның ерекше бақылауында. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес құзырлы орган басқа мәліметтерді жарияламай отыр. Дәл осыдан бір апта бұрын Сарыөзектегі әскери гарнизонда да сарбазды әріптесі атып тастаған еді. Жарақат алған жігітке көмек көрсетіп, жедел жәрдем шақырудың орнына оны командирлері пәтерге алып барған, тығып тастаған. Бірақ бәрібір қылмыстық іс әшкере болды. Отан алдындағы борышын өтеуге аттанған қазақ жігіттері неге табытпен орала береді? Әскерде таяқ жеу жазылмаған заң ба, әлде әскерде жас жігіттерді тепкіге салу командирлер үшін мақтан ба? Отанын қорғауға аттанған жігіттердің аман келуіне қашан кепілдік беріледі? Қорғаныс министрлігіне реформа керек бе? Елімізде әлімжеттіктің тоқтамауына не себеп? Қоғам белсенділері мен депутаттар елде жиі қайталана беретін әскердегі әділетсіздік туралы пікір білдірді. Бірге тыңдайық. Ақтауда 19 жастағы сарбазды командир бетінен атып жіберді деген хабар тарады. Бір апта бұрын Сарыөзектегі әскери бөлімде сарбазды әріптесі атып жіберіп, жарақаттанған әскерді тығып қойды. Бұнда оқиғалар командирлердің біліктілігінің төмендігін білдіре ме? Енді бұл жерде жасыру бар екені анық, себебі қанша жылдағы, соңғы жылдардағы статистиканы қарайтын болсаңыз, сол табытпен қайтты, мүгедек болып қайтты деген фактілер ондаған емес, тіпті жүздеген. Бірақ табытпен қайтты, жаралы болды, мүгедек болды деген жаңалықтарды оқисыз. Бірақ сол сарбаздың ісі бойынша генерал сотталыпты, полковник сотталыпты, немесе лейтенант сотталыпты деген жаңалықты көрмейсіз. Енді жүздеген фактінің барлығы бір оқыс жағдай болу мүмкін емес қой. Кінәлілер жазаланбағаннан кейін көп жылдан бері бұндай сипаттағы қылмыстар жабылып, жасырылып, сондай жүйе қалыптасқаннан кейін бұл қайталанып отыр.
Тіпті соңғы 3 айдың ішінде маған ондаған әскердің ата-анасы, туыстары хабарласады. Әрқайсының жағдайына қатысты мен шамам келгенше заңгерлік консультация беріп жүрмін. Әрқайсының да сөзін тыңдайтын болсаңыз, құжаттарды қарайтын болсаңыз, онда жасырудың бір жазадан жалтарудың ізі байқалады. Сондықтан мен соңғы кездері ондаған ондай кейс бойынша жұмыс істеген, қараған, құжаттарын зерттеген заңгер ретінде айта аламын. Ербол мырзаның сөзінің жаны бар. Оның мен видеосын да қарадым. Оның айтып тұрған сөзінің тексерілу керек, себебі шынымен ойнап тұрып боевой қарудан атып жіберу мүмкін емес. Сап-сау, өсірген, асырып баққан ұлын әскерден мүгедек немесе табытпен алатын жағдайлар Қазақстанда неге көбейіп кетіпті? Сап-сау балаларымызды әскерге жіберіп, оларды әл үстінде, хал үстінде қайтарып алу мәселесін мүлдем жоғалтуымыз керек. Расын айтқан кезде шүкір деп айтамыз. Айналамыздағы елдердегі геосаяси жағдайларға қарағанда біздің еліміз тыныш, қару атылып жатқан жоқ, қару істеп жүрген жоқпыз, қандай да бір қарулы қақтығысқа ұрынып жатқан жоқпыз. Бірақ дәл сондай тыныштық жағдайында, бейбіт заманда біздің әскерге барып, отанымды қорғайын, елімді қорғайын, елімнің алдындағы, отанымның алдында парызымды өтейін деп барған жігіттеріміздің, азаматтарымыздың, бауырларымыздың, інілеріміздің дәл осындай жағдайға түсуі, бұл біздің әскери бөлімдердегі бірнеше функцияның дұрыс жұмыс істемейтіні және салаға үлкен реформа қажеттігінің белгісі. Реформа дегеніміз әдетте кейбір қате кеткен тұстарды жөндеу үшін жасалатын дүние, бірақ бұл бағытта балалардың, біздің сарбаздарымыздың, әскерилердің қауіпсіздігін сақтау мақсатында түбегейлі реформаның керек екенін көріп отырмыз. Өйткені білесіздер, соңғы 4 жылда мен қателеспесем 270-тей жаңа әскери азаматтың суицид жасағаны, жаңа қаза болғаны, одан бөлек тағы бірнеше ондаған адамның өз-өзіне суицид жасамақ болғаны, өз-өзіне қол салып көз жұмбақ болғаны анық айтылды. Бұны прокуратура органдар айтты. Бұл жел сөз емес, қаңқу сөз емес, ресми органдардың айтқан мәлімет. Сондықтан да бұл жедел назар аударатын жағдай деп ойлаймын. Бұл жағдайды азаматтар, ер адамдар бір жерге жиналғаннан кейін ғана осындай жағдай болады ғой деп біз ақтап ала алмаймыз. Кеше жолдауда мемлекет басшысы нақты айтты ғой. Әскерге баласын жіберген ата-ана оны отанның жауапкершілігіне береді. Расымен де солай. Отанымыздың алдындағы қызметін өтесін деп жіберген баламыздың аман-есен келетініне мемлекет кепіл болу керек. Ол ешқандай қарулы қақтығысқа, қандай да бір соғыс жағдайына ұшырап жатқан мемлекет болмаса. Жаңа айтып өткендей, біздің еліміз бейбіт мемлекет. Сондықтан да әскерге кеткен балаларымыздың аман-есен оралуы ол тікелей осы әскер басшыларының, осы саладағы басшылардың тікелей жауапкершілігі деп білеміз. Сондықтан мұны жалтарудан аулақпыз. Кеше осы ақпараттарды қарап отырмыз. Мәселен, былтырғы жылы қорғаныс министрінің орынбасары қателеспесем біздің елімізде 50 мыңдай бейнекамера бар деген ақпарат айтты, және оны Face ID арқылы, жасанды интеллект арқылы бақылаудың мүмкіндігі бар. Қандай да бір әскери азамат соққыға жығылса, өз-өзін дұрыс сезінбей қалса, жаңағы жасанды интеллект дереу хабар береді дегендей. Бірақ көптеген сұрақ бар. 50 мыңдай камера болатын болса, онда сол біздің ер баянымыз жапа шеккен кезде камералар теріс қарап қалды ма, жоқ әлде жарды түсіріп қалды ма? Көптеген сұрақ бар. Ал сол камера, сол айтылып жатқан жүйенің барлығы ол сізбен біздің қарапайым қазақстандық азаматтардың жалақысынан алынған салықтың арқасында бюджетке жиналған қаражаттан алынып жатқан дүние. Сондықтан халықтың қаржысына алынған дүние халықтың қауіпсіздігі үшін қызмет ету керек. Мінекей, осы тұрғыда біздің тараптан да әрине өте көп сұрақ бар. Қазір тиісті мемлекеттік органдар осы орын алған мынау оқыс оқиғалардың, қайғылы жайттардың түп тамырына жеткен жағдайда қоғам болып, біз болып, бәріміз бірге бір нақты шешім табуымыз керек деп ойлаймын. Өйткені бұны әрине бір ғана адамның, бір ғана бөлімнің айыбы деп айта алмаймыз. Бұл жылдар бойы келе жатқан жүйеде кетіп жатқан қателіктер әскери жүйеде. Сондықтан да біз қаруды ойлаймыз, біз соңғы қаруларды алғымыз келеді, біз дрондарды алғымыз келеді, біз жаңағы шекараны шегендейтін дүниелерді алғымыз келеді. Осыдан бөлек, осының барлығын жүзеге асыратын, ертеңгі күні біздің елімізді қорғайтын, біздің болашағымыз үшін қасық қаны қалғанша күресетін азаматтарымыз, оның ішінде әскерилеріміздің жеке бас қауіпсіздігі біз үшін ең бірінші орында болу керек. Дамыған елдерде бұндай жағдай болса, министр отставкаға кетер еді, немесе министрдің жаңағы отставкаға кетуін халық талап етер еді. Бізде министр былқ етпейді. Бұл ненің белгісі? Бұл жүйе.
айналып келген кезде бұл жүйе, бірақ жаңағы мен айтқан Ербаянға 1-2 аптаның ішінде 200 миллионнан астам ақша жиналуы халықтың, қоғамның жоғары деңгейде екенін, талап ете алатынын, жанашырлығын, мәселенің өзектілігіне ден қоя бастағанын көрсетеді. Яғни біздің халық ашық қоғамға, ашық соттарға, әділеттілікке дайын деген сөз. Егер билік оған құлақ аспайтын болса, ол биліктің өзіне алдағы уақытта үлкен кесірін тигізетін болады. Мен ойлаймын, соны Ақорданың политтехнологтары және президент аппаратындағылар дұрыс бұл сигналдарды түсіне білді. Түсіне білгеннен кейін президенттің жолдауына бұл мәселені қосқызды. Бірақ енді сол президенттің аузынан айтылған сөз шын мәнінде жүзеге асу үшін халықтың пікірімен ойнамай, халықтың талабын орындауға, халықтың үніне үн қатуға үйренгісі келетін болса, онда министрлерін, басқа да атқарушы органдарды жұмыс етіп үйрету керек. Бірінші кезекте мұндай резонанстан кейін министр өз еркімен отставкаға беру керек еді. Егер ондай болмаса, оны с позором дейді ғой, қызметтен алып тастау керек еді. Соңғы уақытта мен жаңалықтардан сол жолдаудан кейін бір жаңалық көрдім. Ербаян әскери борышын өтеген ұлттық гвардияның орынбасары коррупциямен ұсталыпты, қызметінен қуылыпты, қамауға алыныпты деген жаңалық болды. Біздің жүйе сондайға үйренген, яғни бүкіл Назарбаев әулеті жауап берсін деген талап қойылса, Қайрат Сатыбалдыны уақытша қамап, көз қылып, сосын жібере салу деген сияқтышы. Сол сияқты да халық әскери реформаны талап етсе, халық министрдің отставкасын талап етсе, бір ұлттық гвардияның орынбасарын қамау арқылы біз халықты тыныштандырамыз, біз бірдеңе жасап жатырмыз, әрекет бар деп халықты сендіре аламыз дегенге әбден үйренген. Бірақ мен жоғарыда айтқандай, халықтың санасы биліктің ол іс-әрекетінен асып кетті. Оны халық қазір көрсетіп жатыр. Сондықтан, егер халықпен конфронтацияға барғысы келмесе, билік халықтың үніне дұрыс жауап беріп, дұрыс рефлексияға үйрену керек. Дәл қазіргі жағдайда, әсіресе дәл кешегі болған жағдайдан кейін, биліктің тарапынан ең дұрыс рефлексия ол министрдің отставкасы. Қазақ айтады ғой, бір құмалақ бір қара май шірітеді дейді. Сондықтан әскердің сапында жүрген мынау адымдағанда нәлініңіз қалатын керзет киген мықты сарбаздардың, сардарлардың, командирлердің бар екені жасырын емес. Мықты азаматтарымыз бар. Бірақ өкінішке орай, осы әскерде болған дәл осындай қайғылы жағдайлар сондай мықты әскери азаматтарымыздың да бүкіл еңбегін жоққа шығарып, барлығын бір жағымсыз кейіпте танытып жататыны бұл өте өкінішті жағдай. Және жаңа тұтастай реформа керек деп айтып жатқанымыз да сол. Бұған дейінгі болған бақытсыз жағдайда да білесіз, кей жағдайларда жаңағы әскери бөлім басшылары, басқа да мамандар жазаға тартылып жатты. Бірақ әлімжеттік әскердегі әділетсіздік мәселесі толыққан тоқтады ма? Жоқ. Сондықтан бір болған шоқтарды өшірумен ғана айналысқанша тұтас келе жатқан отты тоқтату бізге өте маңызды мәселе болып табылады. Сондықтан жаңағы жүйелі проблема деп отқанымыз сол. Жаңағы жүйелі проблема дегеніміз бұл идеологиялық жұмыс бір. Екінші, мысалы, мен ойламаймын, мынау әскерге жаңағы келген қалай енді алдыңғы шақырылымның жаңағы азаматтары кейінгі келген азаматтарға қысым көрсетеді деп жатады ғой. Сол алдыңғы шақырылымға келген азаматтарға командирлер былай ұрасың, жас баланы былай соғасын деп үйретеді деп ойламаймын. Бірақ идеологиялық мәселе деген осы. Алдыңғы онды көрген істейді, біреулер жаңағы мынау ақтап алуға тырысып жатады. Олай болмау керек. Біз келген кезде балаларымыз жұмыс істеуіміз керек. Жігіттер, азаматтар, бұл жердегі басты мақсат отанды қорғау, әскери борышымызды адал өткеру. Бір-бірімізге әлімжеттік жасау, бұл адамдыққа да, әскери уставқа да сай емес әрекет, және мынадай жазаға тартыласыңдар. Және сондай жағдай, кішкентай жағдай орын алғанның өзінде де ол тиісті жазасын алу керек. Өйткені кешірілген кез келген қылмыстың үлкен күші жоқ. Кіші қылмысты кешіру осындай үлкен қылмысқа жеткізеді. Сондықтан да қандай да бір кішкентай қылмыс жасаған азамат та, әскери қызметкер болсын, мейлі қай шақырылымның жаңағы сарбазы болсын, өзінің заңға сәйкес қатаң тиісті жазасын алу керек. Бұл бірінші.
дәл осындай жағдай. Екінші жаңа идеологиялық жұмыс қажет. Үшіншіден командирлерді, басқа да азаматтарды тәрбиелеу керек. Мүмкін уақытында мынау өткен заманның тәрбиесін көрген, әскери тәрбиесін көрген азаматтар әлі де жаңағы әскербасы болып жүрген жасырын емес. Олармен де тиісті жұмыс жүргізуіміз керек. Міне осы бағытта ғана біз барлығын түзей аламыз. Біз бір адам, екі адамды жазалайсың әрине, бірақ тұтас жүйені бұнымен өзгерту мүмкін емес. Бірақ бұл сөзім менің мынау қазіргі орын алып жатқан қайғылы жағдайлардағы бөлім басшылары жауапсыз қалу керек деген сөз емес. Ол өзінше жүру керек тергеу. Және тергеу адал жүру керек. Жаңағы баласы әжетханада құлады деп, болмаса әскерлер өз-өзін атып алды деген мәселемен жабылмау керек. Бұл тиісті, нақты, объективті түсініктемесі беріліп, тергеу адал жүргізіліп, кінәлі адамдар нақты жазалану керек. Міне мәселе осыда жатыр. Енді әскерде байқамай бір-бірін атып алды деген нәрсені енді шын айтатын болса өте қалай айтсақ болады енді. Біздің әскери саламызға бір көріп беретін нәрсе емес қой. Сондықтан да бұл мәселенің барлығын жаңа айтқанда жүйелі шешпейінше осы жағдайлар толыққанды жойылып кетпей ма деген менің қорқынышым бар. Әскердегі әлімжеттіктің тоқтамауы әскерге барғысы келмейтіндердің санын көбейтеді деп ой түйуге бола ма? Халық қанша патриот болса да, қанша ұлы отанын қорғасын десе де, дәл қазір биліктің тарапынан дұрыс қадамдар болмаса, мен ұлымды әскерге жібермеймін деген позицияға тоқталып қалады. Ол біздің болашағымыз үшін, ұлттық қауіпсіздік үшін өте қатерлі дүние. Мысалы, мен Қазақстанның үлкен патриотымын. Егер заңгер екенімді, құқық қорғаушы екенімді, қазір Ербаян Мұхтарды қорғап жатқанымды былай қойған кезде, мен Қазақстан азаматымын, Қазақстанның патриотымын. Қазақстанның қауіпсіздігі, болашағы мені алаңдатады. Бірақ мен екі кішкентай ұлы бар анамын. Егер әскердегі дәл қазіргі жағдай сақталатын болса, егер мен әскердегі қауіпсіздікке сенімді болмайтын болсам, қанша патриот болсам да, қанша елімнің ұлттық қауіпсіздігін ойлайтын болсам да, мен ұлдарымды әскерге жібермеймін. Және басқа да осы жағдайдың бәрін көріп отырған аналар сондай байламға келеді, сондай қорытындыға келеді. Айналып келгенде қазір Ербаян Мұхтар үшін немесе басқа әскердегі әлімжеттіктен құрбан болған балалар үшін менің күресім, ол өз қарабасым, өзімнің балаларымның болашағы үшін. Қазір әркімде солай қабылдау керек. Дәл қазір басқа кезеңге қарағанда біз бұл мәселеде үлкен резонансқа, қоғамдық талқылауға және президенттің деңгейінде бұл мәселенің көтерілуіне қол жеткізіп отырмыз. Сол уақытта әркімде оянатын болса, мен заңгер емеспін, немесе қорғаушы емеспін, менің ешқандай ықпалым болады деп емес, Фейсбуктағы бір лайк немесе Инстаграмдағы бір репост сіздің қосқан үлесіңіз болады. Дәл қазір әскери реформаға қол жеткізуге бізде барлық мүмкіндік бар, және халықтың қолында екенін халық өзі көрсетіп отыр. Сондықтан әркімде белсенді болу керек. Әркімде Ербаян үшін немесе Марат үшін емес, өзінің балаларының болашағы үшін қазіргі жағдайды біз тиімді пайдалануымыз керек. Әлеуметтік желіні ашып қараған кезде, ақпарат құралдарына назар салған кезде, енді мен баламды әскерге жібермеймін деген бағыттағы жазбаларды көреміз. Жалпы кез келген азаматтың, кез келген ата-ананың әскердегі жаңағыдай жағдайларды көрген кезде, көріп жатқан ата-ананың бұл бір нақты, шынайы реакциясы деп білеміз. Өйткені сенің бауыр еті балаң қаншама жыл тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірген ұлыңды әскерде жаңағыдай жағдайлар орын алып жатқан әскерге жіберуде жүрексіну бұл қалыпты жағдай, бұл табиғи құбылыс. Өйткені әркім өз баласының аман есен көз алдында болғанын қалайды. Қазақ айтады ғой, аталатсаң атала, бірақ боталатпа дейді. Сондықтан да бұл жағдайлар осындай негативті әсерге әкелуі мүмкін, және ондай жазбаларды көзіміз шалып та жатыр. Сондықтан жаңа айтып өткендей, бұл жерде үлкен идеологиялық та жұмыс бар. Мінекей, ең басты мәселе осы. Біз айтамыз, отанды қорғау керек дейміз, өте дұрыс. Біз айтамыз, әскери жаңағы бөлімдерге арнайы жаңағы мынау шақыртқан кезде шақыру қағаз арқылы повестка деп жатамыз ғой енді. Соған міндетті түрде келу керек. Уақытында білесіздер, келмегендерге мынанша айыппұл, екінші рет шақырғанда келмесе мынанша айыппұл дейміз. Бірақ біз айыппұлмен әскерге айдау арқылы азаматтарға, балаларға сүйкімді бола алмаймыз.
біздің балаларымыз, азаматтарымыз өз отанын қорғаудан қашады, өз отанын қорғаудан бас тартады деп ойлаудан мен аулақпын. Біздің қазақы қаны бар кез келген бала әскердегі өз міндетін атқарғысы келеді, денсаулығы мүмкіндік берсе, отбасы жағдайы заңнамаға сәйкес мүмкіндік берсе, ешқайсысы тартынып қалмайды деп ойлаймын. Бірақ та сол барған баламыздың аман-есен келетініне біз кепілдік беруіміз қажет. Білесіздер, біз енді мынау әскердегі балаларға мүмкіндік беру керек деп оқу грантын да қарастырып жатыр мемлекет, тиісті жаңағы жеңілдіктерді де қарастырып жатыр. Бұдан бөлек, бірақ адамның ең басты жаңағы қымбаты, ең басты дүниесі бұл жаны кеудесіндегі. Сондықтан адамның, жас баланың өзі үшін де, оның ата-анасы үшін де ең басты дүние осы. Сондықтан оларды әскерге деп айғайлаудан бөлек, әскерге келіп аман қайтасың деген мүмкіндікті, толыққанды кепілдікті біз беруіміз керек. Әскери салаға шұғыл реформа жасау керек пе? Бұл жерде қазір біздің соңғы уақытта жиі айтып жүргеніміз, көтеріп жүргеніміз, ол әскерде реформа болу керек. Реформа неден басталу керек? Мәселен, Ербаянның ісі, Алмас Шахимовтың ісі, жаңағы Ерболдың ұлының ісі ашық, Мараттың ісі объективті, ашық, тергеліп, тексерілуі тиіс. Ербаянды соққыға жыққандар ғана емес, сол күні әскердегі барлық баланың өміріне жауапты командирлер және бір жылға таяу уақыттан бері қылмыскерлерді жасырып отырған генералдар, яғни үлкен шенділер, барлығы да жауапқа тартылу керек. Президент өз жолдауында бұл мәселені көтеруіне тура келді. Президент үндеуіне қосқаннан кейін депутаттар сөйлей бастады. Заң туралы айта бастады, реформа туралы айта бастады. Ендігі қазір біздің барлық жұмысымыз сол депутаттардың да, басқасының да сөзі жерде қалмай, ары қарай анық, нағыз реформа болатындай адамдар, Қазақстанның азаматтары өздерінің балаларын әскерге қорықпай жібере алатындай жүйе орнатуға біз бар күшімізді салатын боламыз. Бұл Қазақ Айран YouTube арнасы. Біз дайындаған материалға лайк басып, әскердегі әлімжеттік туралы пікір жазып кетіңіз. Өздеріңіз әскерде әділетсіздіктің куәсі болдыңыз ба? Ұлыңызды әскерге жіберер ме едіңіз? Әскерге барған сарбазды таяқтан қалай арашалап алуға болады? Біздің арнаға жазылыңыз. Өзекті мәселелерге қатысты пікірлерді, ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Амандықта жүздескенше. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істеп үлгергендерге алғысым шексіз, бұл маңызды.